Саламатсыздар ма қыздар? Таныс жағдайды айтайын ба? Екеуіңіз жаңа танысқанда, тұрмыс құрған кезде бәрі керемет еді ғой. Ол саған гүл сыйлайды, есік ашып береді, ботақаным, жаным, күнім, сүйіктім деп асты үстіңе түседі. Сен де әдеміленіп, оны құшақ жайып қарсы аласың. Екеуің де бір-бірің үшін қалаулы сүйікті едіңіз. Бірақ арадан 2 жыл өткенде бұл махаббат қайда кетеді? Күнделікті күйбең тірлік басталады. Үйдің шаруасы, балалар, жұмыс, қонақ. Кешке күйеуің жұмыстан келеді де, тамағын ішіп, бірден телефонына үңіледі. Сен оған бірдеңе айтып жатсаң, басында көтермей, иә деп өтірік жауап бере салады. Ал түнде төсекке жатқанда екеуің 2 жаққа теріс қарап жатасыңдар. Арада ешқандай құштарлық та, сезім де, тіпті қарапайым күнің қалай өтті деген сырласуда қалмайды. Сонда әйелдің ішінде бір өксік туады. Бұрынғыдай от қайда кетті? Оған мен бұрынғыдай керек емеспін бе? Сонымен менің әйелдік құным қайда қалды? Бүгін осы роликте біз дәл осы суықтықтың түпкі себебін және арадағы отты қалай қайта жағуға болатынын қарапайым өмірлік тілде талқылаймыз. Алғашқы түсінетін нәрсе, қарым-қатынастың басында бізді басқаратын биохимия, яғни біздің гормондар. 2 адам бір-біріне ғашық болғанда, мида гормондарда нағыз коктейль жарылады. Біз өзімізді мас сияқты сезінеміз, көзіміз соқыр болып, партнердің ешқандай минусын байқамаймыз да. Еркектер де ең мықты сері болып, әйелдер де ең сексуальная болып көрінеді. Бірақ қыздар, гормондар мәңгілік емес қой. 5-10 жыл бойы адам гормоналды эйфорияда жүре алмайды. Организм адаптация жасап, бұл гормондар өшеді. Дәл осы кезде біз гормоналды маскадан айығып, 2 қарапайым пенде болып, бір-бірімізге қараймыз. Медовый месяц біткен соң, нағыз өмір басталады. Ал енді қараңызшы, гормондар өшкенде біз неге бірден ұрсысып, бір-бірімізге ренжіп бастаймыз? Себебі ішіміздегі бұрыннан келе жатқан балалық травмалар мен блоктар бір-біріне қосылады. Қыздар, тақырыпты ары қарай тереңдетпес бұрын айта кетейін. Біз неге қарым-қатынаста өзгеріп кетеміз? Неге біреуіміз бәрін өзіміз сүйреміз болып кетеміз, ал біреуіміз ішке жұтып үндемей қаламыз? Себебі әр әйелдің бойында өзінің архетипі болады. Сен дәл қазір қай архетипсің? Қарым-қатынаста неге осы күйге түстің? Осыны түсіну үшін мен сіздерге арнайы тегін диагностикалық тест дайындадым. Осы видеоның астында тұрған сипаттама описаниедегі Instagram парақшама өтіп, директке архетип деп жазыңыз. Мен сізге тестті бірден жіберемін. Өзіңізді тексеріп, біліп алыңыз. Енді видеомызды жалғастырайық. Гормондар басылады дедік. Арадағы құштарлық неге өшеді? Себебі қарым-қатынастың басында еркек пен әйел бір-бірі үшін жаңалық болады. Саған ол қызық болды. Оған сен бейтаныс, жұмбақ, қызықты әлем болдың. Уақыт өте келе не болады? Адамдар бірін-бірі толық танып алған соң өзгергісі келмейді. Біз былай ойлаймыз ғой, болды, тұрмысқа шықтым, болды, үйлендім, енді маған ештеңе істеудің керегі жоқ. Әйел адам өзін дамытуды тоқтатады, өз армандарын уысынан шығарып алады да, тек халат, кухня, бала, немесе тек жұмыспен өмір сүресіз. Сүреңсіз тірліктің ішінде қалып қоясыз. Өзіне деген қызығушылығы жоғалады. Адам өзіне өзі қызық болмағанда, ол күйеу ішінде оқылған кітапқа айналады. Тіпті бұны былай түсіндірейін. Күнде таңертең, түсте, кешке бір ғана суға піскен гречканы жей берсең, мейлі ол пайдалы болсын, саған ұнай ма? Жоқ, 3 күннен соң жүрегің айниды. Сен
ол гречкаға ет қосқың келеді, тұз, көкөніс, май, тағы басқа нәрсе қосқың келеді. Қарым-қатынас та дәл солай. Сен өзіңді жаңадан дамытпасаң, жаңа қырларыңды ашпасаң, күйеуіңе сол күнделікті бірдей тамақ сияқты болып қаласың. Ал бұған әйелдер қалай реакция жасайды? Ол маған назар аудармайды деп ренжиді. Міз бақпайды, ұрыс шығарады, немесе керісінше өксікті ішіне жұтып, үндемей қалады. Бірақ бұдан араларың жақындамайды ғой. Керісінше одан сайын алшақтай бересіңдер. Даму орнына бір-біріңді құнсыздандырып, обесценивать етесің. Тағы бір өмірлік мысал, егер жұптардың біреуі өсіп, дами бастаса, мысалы әйел жұмыста көтеріледі, немесе өзін дамытып, жаңа орта тауып, өзіне уақыт бөле бастайды. Осы кезде еркек не жасайды? Ол әйелінің бұл жаңа қырын көріп, қуанудың орнына іштей қорқыныштан оны құнсыздандыра бастайды. Саған не жетпейді? Еріккен әйелсің. Не керек саған деп ұрсады. Неге? Себебі ол өзі дамымай отыр. Ол әйелінен айырылып қаламын ба деп қорқады да, оны бұрынғы ыңғайлы күйіне қайта тыққысы келеді. Контрольді қоса бастайды. Керісінше, еркек өсіп, бизнесі жүріп жатса, үйде отырған әйел қуанудың орнына оған тиісе бастайды. Өйткені ол өзін артта қалғандай сезінеді. Яғни, екі адам дамудың орнына бір-біріне еңбегін еш қылып соғыса бастайды. Ал енді ең басты қорытындыға келейік. Қыздар, өзін дамытпайтын, өзіне өзі қызық емес, өзін бағаламайтын әйелді басқа біреудің мәңгілік сүйіп өтуі мүмкін емес. Мүмкін емес. Басқа адамды мені сүй, маған назар аудар деп мәжбүрлей алмайсың ғой. Өзгеріс күйеуіңді өзгертуден емес, өзіңді табудан, өзіңді танудан басталады. Сен өз бойыңда жаңалық қалыптастырғанда, өзіңнің ішкі құндылығыңды қайтарғанда, күйеуің саған қайтадан жаңадан ашылған кітап сияқты қызығып қарайды. Арадағы от та, құштарлық та қайта жағылады. Егер сізде дәл қазір күйеуім бар, бірақ жалғызбын, арамызда суықтық бар деп қиналсаңыз, ең алдымен өзіңіздің ішкі әйелдік архетипіңізді тексеріп, диагностика жасаудан бастаңыз. Төмендегі Instagram парақшама өтіп, директке архетип сөзін жазыңыз, мен сізге арнайы тестті тегін жіберемін. Онда сіз қай жерде тоқтап қалғаныңызды және осы сценарийден шығудың алғашқы қадамдарын айтамын. Өз бақытыңыз бен қарым-қатынасыңызды сақтап қалу өз қолыңызда. Келесі видеода кездескенше.